Ет саудасында табыс мол. Қаракемер ауылының тұрғыны 20 жылдан бері осы іспен айналысып келеді. Өз ауласында ірі қара өсіретін ол бордақылау алаңын салуды ұйғарыпты. Кәсіпкердің тіршілігін тілші тарқатсын. Қаракемерлік Бақытбек Иманбаев 2003 жылдан бері ет сатумен айналысып келеді. Бүгінде ол үйінде 100 ірі қараны бағып отыр. Жастайымнан мал бағып өстім деген кейіпкер ендігіде кәсібін кеңейтуді қолға алыпты. Одан 2018-де ауыл бағдарламасымен не алдым, кредит алдым. Сол мал байлап бастадым үйге өзім. Сол енді сол кәсіпті айландырып жатырмыз. Енді ауыл үйде қазір 100-дей ірі қара мал тұр. Оны енді ауылдың шетіне шығып, жер алып өз жерден. Жаңадан сарай сабатырмыз, склад сабатырмыз, бұрынғы ем-тем болған кезінде. Үш жаққа көш шықпа деп ой ғой. Бордақылау алаңы өз жұмысын бастағанда кәсіпкер мұнда тағы 150 бас ірі қара ұстамақ. Бүгінде Алматы қаласындағы түрлі кәсіпорындарға ет өткізеді. Оның айтуынша күніне 500-600 келіден 1 тоннаға дейін өнім жөнелтеді екен. Нұрбақыт Мұсатилаұлы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.